Қазіргі таңда көптеген әйелдердің ақша табамын, алға қарай қадам жасаймын, білімді аламын, өсемін, дамимын, масштабқа шығамын, бизнесті ашамын, өзімді қайта тапқым келеді, өзімнің жаңа версиямды жасағым келеді деген дүниелер мені өте қатты қуантады. Әрине, дәл осы сұрақпен де сізде тектен-тек бұл видеоны көріп отырған жоқсыз. Яғни сізді де осы сұрақтардың бірі мазалайды, және де осы сұрақтарға сізде де жауапты алғыңыз келеді. Рас па? Рас, әрине. Өйткені қазіргі таңда көптеген әйелдермен жұмыс жасай отырып, 99% деп айтсам қателеспеспін, әйелдердің запросы осы масштабқа шығу, жасап жатқан кәсібін алға қарай дамыту, сол кәсіпте выгорание болмай, өзінің осы состояние қалыпты жағдайға келтіру, осы мәселені әрбір әйелдің арманы, таңдауы және де іштей бір жан айқайы бұл әйелдердің. Ең алдымен осы сұрақтың жауабын әр қарай жалғастырмас үшін мен бірінші өзімді таныстыра кетейін. Менің есімім Гаухар Бегейқызы. 5 жылдан аса, 2000-нан аса әйелдердің жүректеріне бақытта, махаббатта өмірді сүруді насихаттап жүрген дипломированный нейрокоуч, халықаралық сертификатталған нейрокоуч, ментор по мышлению, мен Гаухар Бегейқызы боламын. Ал кеттік, енді жалғастырайық. Неге қазіргі таңда осы әйелдердің ішіндегі іштей сұрақтарының мазалайтыны, осы бір состоянияны бір қалыпты жағдайға келтіру? Әрине, ақша бар, масштаб бар, бизнесі бар, бірақ осы бір қалыпты жағдайға келе алмай жатамыз. Ең бірінші нәрсе, мен осы жерде қозғағым келетіні жанындағы қарым-қатынас, яғни кімменен? Жолдасыменен қарым-қатынас, жанындағы балдарыменен қарым-қатынас, және одан кейін барып ата-анасымен қарым-қатынас, содан кейін барып мынау жанындағы қарамағындағы коллективімен, жұптарымен, жолдастарымен қарым-қатынасты айта кеткім келіп отыр. Енді бұл жерде ең бірінші мәселе қозғалатын сенің масштабқа шығудағы, әр қарай дамудағы осы бір жасап жатқан дүниеңнің берекелді кәсіпке айналуына не нәрсе кедергісін келтіріп жатады? Әрине, ол ең бірінші сенің іштей түйген өзіңнің состояниең. Бұл состояниеге кімнің кері әсерін тигізіп жатады? Әрине, ол сенің жаныңдағы жолдасың, не болмаса балдарыңмен қарым-қатынасың кері әсерін тигізіп жатады. Ол қалай, қаяқтан пайда болды? Біз сонау өзіміздің кішкентай бала кездегі сонау түйсігіміздегі қалып қойған сені өзгелермен салыстыру. Бұл кіммен болып жатады? Бұл мектептік кезде болып жатады. Мұғалім сені, мысал үшін, сен Шолпан болсаң, Айманмен салыстырды. Сен Айгүл болсаң, анау көрші қыздармен салыстырды. Анаң сені салыстырды, мектепте сені салыстырды, достарың сені салыстырды, көршің сені салыстырды. Яғни немен өстің? Сен үнемі салыстырулармен өстің. Бұл салыстыру сені не нәрсеге алып келіп жатады? Қазіргі таңда, яғни сен үнемі осы жасап жатқан кәсібінің, үнемі сен өзіңді осы жерде тұра-тұра, сен өзгелермен өзіңді салыстырып жатасың. Таныс жағдай ма бұл нәрсе? Әрине таныс. Өйткені біздің бұл қазақтың сонау на генном уровне біздің қанымызға сіңіп кеткен нәрсе. Өйткені сонау совет үкіметінде не қалай тәрбиеленді біздің ата-аналарымыз? Барлығы единый болу керек, бірдей болу керек, ешкімнен ешкім аспау керек, анау мағрипа сияқты болу керек, мынау Айшолпан, Таңшолпан сияқты болу керек деген мәселелерменен осылай сені өсірді. Бұны сені бейсаналы тұрғыда білмей өстің. Бізде, яғни менің мамандығым мименен жұмыс жасау, бізде санамыз 5% жұмыс жасаса, ал сонау түп санада 95%. Яғни осы установка убежденияларымыздың барлығы осы түп санадан шығып жатады. Бірақ сен бұны байқамайсың, білмейсің, бірақ автоматты тұрғыда осы жұмыстарды жасап жатасың. Неге менде осы дүние болмай жатыр? Неге аналарда жақсы өтіп жатыр, бизнестары алға қарай қадам басып жатыр, а менде неге осындай болып тұр? Не болмаса мына қарым-қатынасым менің қалай күшті, керемет болып жатыр, ана өзгелерде. Менің қарым-қатынасым неге дұрыс болмай жатыр? Неге менде деген, яғни үнемі сен өзіңнен кінәні іздеп жатасың. Не болмаса өзіңді өзгелермен салыстыру арқылы өзіңді
опять же кінәлап жатасың. Не болмаса балаңменен қарым-қатынасты жақсартқың келеді, қызыңменен подросток, иә, өсіп келе жатыр, ұлың бар, қызың бар, сен оларменен қарым-қатынасты жақсартқың келеді, бірақ сен оларды түсінбейсің, олар сені түсіне алмай, тағы да осы жерден өзіңді қайтадан кінәлап жатасың. Таныс па бұл жағдайдың барлығы? Әрине таныс. Өйткені мен осы сұрақтарменен жұмыс жасап, әйелдердің қаншама миындағы установкалерді өздеріне тауып көрсетудемін. Сондықтан да бұл жағдай сенде таныс болса, бұл тектен тек емес. Егер де дәл осы ситуациямен сен жүре берсең, дәл осы состояниемен, өзіңді өзгелермен салыстыру арқылы, өзіңді құнсыздандыруменен осылайынан жүре берсең, 1 жылдан кейін сен өзіңді қалай көресің, иә? 2 жылдан кейін сен қандай боласың? Ал 5 жылдан кейін сен состояниең қалай болады? Денсаулығың қалай болады, қарым-қатынасың қалай болады? Әрине бұл мәселенің барлығын шешуге болады, әбден болады. Өйткені бұл қақта жатыр, біздің сонау түп санамызда жатыр. Бұл сұрақтың шешімі бар, бұл сұрақтың жауабын шешуге болады. Егер де дәл осы сұрақпенен жұмыс жасап, өзімді дәл осы сұрақтарды прям алып тастап, шешіп тастағым келеді, ішімдегі жан айқайларды азайтқым келеді, сонау мені толғандырып жүрген мәселелердің түйінін шешкім келеді десең, өзімді тұғырландырып, өзімнің қайта жаңа версиямды жасап, бірақ таласып емес, тармасып емес, салыстырып емес, дәл осы қалыпта керемет состоянияда болу әбден мүмкін. Әрине, бұл мәселені шешуге болады. Бұл жерде бұл видеоны аяқтамайым, енді келесі видеоға өтейік.